Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Мінекей, оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Бұл оң беті әрқашанда тамаша әдемі болып көрінеді. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Бұл узор өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және бір көзден. Мінекей, қандай керемет тамаша, иә? Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл узормен не нәрсе тоқса да болады. Кардиган болсын, жемпір, жилет, шапка, бәрінде тоқуға болады. Мінекей, қандай керемет тамаша, иә? Тоқылуы да өте оп-оңай. Ал кеттік ендеше. Енді осы узорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде ақ жіппенен 17 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Мінекей. Ал кеттік ендеше, бүгін осы узорды тоқып көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз қазір мына оң бетінен бастапқы бір қатарын тоқитын боламыз. Сосын одан кейін оны тоқымаймыз. Және де бұл узор өзі теріс жағынан басталады. Мына узор оң бетіне түсу үшін. Түсінікті ғой, иә? Ал кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бір жіпті іліп алдық. Енді 3 теріс тоқимыз. 1, 2, 3. 1 оң. 3 теріс. 1, 2, 3. 1 оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, соңғысы 3 теріс. Осымен бастапқы бір қатары аяқталды. Мінекей. Ал енді узорымыздың бірінші қатары. Бірінші көз іліп аламыз. Сөйтемізді 3 оң тоқимыз. 1, 2, 3. Мынау теріс көзді біз тоқымай оң білтекешке өткізіп жібереміз. Мынау бір жіпті үстінен осылайынан, мына ұзын жіпті үстінен осылайынан іліп аламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. 3 оң. 1, 2, 3. Мынау теріс көзді біз оң білтекешке ауыстыра отырып, бір жіпті үстінен іліп аламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Үстінен іліп алдық. Соңғысы 3 оң. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. 3 теріс. 1, 2, 3. Мынау жаңа оң көзіміз үстінен жіп іліп алдық қой. Енді осы оң көзді біз тағы да іліп алған жібімен қоса оң білтекешке ауыстырып жіберіп, үстінен тағы да бір жіп іліп аламыз. Мінекей, 3 теріс. 1, 2, 3. Тағы да мынау оң көзді біз оң білтекешке ауыстырып жіберіп, үстінен тағы да бір жіпті іліп аламыз. Мінекей, дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар. 3 оң. 1, 2, 3. Мынау жаңаға екі қайтара іліп алған жібіміз, көз болады. Енді осыны теріс жағынан 3 көзден 3 шығарып, мінекей,
бір теріс қылып тоқимыз, бір жіп іліп аламыз, бір теріс қылып тоқимыз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. 3 оң, бір теріс, бір жіпті іліп аламыз, бір теріс қылып тоқимыз. Мінекей. 3 оң. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс, бір жіпті іліп аламыз, бір теріс. Соңғысы 3 оң. Осымен узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатар. Узорымызды бір көріп жіберейік. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. Енді 2 оң. Ой, кешіріңіздер, 2 теріс. Біреу, екеу. Енді қараңыздар, мына жерде бір көзде үшеу, я. Бұл жерде қазір біз мына оң көзді біз мынау солға қарай қаратып, сөйтеміз да, мына оң мен терісті екеуін оң қылып тоқып, қысқартып жібереміз. Мінекей. Бір оң. Ал мына оң мен терісі ешқандай да өзгертпей, екеуін оң қылып тоқып, қысқартып жібереміз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс. Мына оң көзді біз солға қарай қаратамыз. Мінекей. Сөйтеміз да, екеуін оң мен терісті оң қылып тоқып, қысқартып жібереміз. Бір оң. Мына оң мен терісті екеуін оң қылып тоқып, қысқартып жібереміз. Мінекей. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Жаңа айтқанымдай, бұл узор бар болғаны 4 қатардан тұрады. Мінекей. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Әдемі болып шығып келе жатыр. Әлі де онша дұрыс көрінбейді, иә. Енді тура жаңағы 1-ші қатардағыдай әрі қарай жалғастыра бересіздер. Мінекей. Енді қазір шатасып кетпес үшін қазір тағы 1-ші қатарын тағы бір көрсетіп жіберейін. 3 оң. Біреу, екеу, үшеу. Мынау терісті де оң қылып тоқып жібердік. Бір жіпті іліп аламыз. 3 оң. Біреу, екеу, үшеу. Мінекей. Мынау терісті жаңа айтып ұмытып кеттім. Жаңа мына терісті тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Үстінен бір жіпті іліп аламыз. 3 оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 1-ші қатары аяқталды. Жаңа айтқанымдай, бұл узор өзі теріс жағынан басталады. Мінекей. Енді 1-ші қатары бітті, енді қазір 2-ші қатары басталады. Мінекей, дәл осылай әрі қарай жалғастыра бересіздер. Енді үлкен узорымызды көріп жіберейікші. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті, керемет, тамаша, иә? Ақ жіппен тоқса да тамаша, керемет болады өзі. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.